Мен Абдирова Дана Самиғола қызы. Осы дзюдо спортымен айналысып жатқаныма 10 жылды болып қалды. Дзюдоға 2016 жылдан бастап келе жатырмын. Мен дзюдоға өзімнің ағам алып келген. Бұрында өзі боевой самбоға қатысқан. Спортқа мені профессионально айналысады деп ойламаған. Өйткені өзін қорғану үшін қорғануға келген. Мен жалпы самбоға қатысам деп барғам. Сосын алдымыздан өзім қазіргі тренерім Зинола Жасұлан ағай шығып қалды. Сода алып қалды, бөлем екеуміз барғамыз. Бірақ ол жарты жолдан тастап кетті. Мен сол дзюдоны жалғастырып кеттім. Сопқа мен 2021 жылда Ақтөбеде карантин кезінде чемпионатқа қатысқан болған. Сол кезде чемпион болған кезде кіргем. Сопта бәрі күшті, форма береді, жарысқа витаминдерді береді. Бізді қамтамасыз етеді бүкіл затпен. Соптың құрамында мен әлем чемпионатына бардым, Азия чемпионаттарына қатыстым, және де Кубок Европа жарыстарына да қатысып жүрдім. Ұлттық құрамаға мен 2022 жылы кіргем. Ең алғашқы рет ұлттық құрамамен жасөспірімдер арасында жарысқа шыққанда қобалжу болған. Өткен ол кезде мен қасымда өзім жеке бапкерім болмады. Ешкім қасымнан салмақ қойғанда да бүйтіп тренерім болмағаннан кейін қобалжым. Мен қазір бірінші схватқа толып қалсам не болады деген сияқты. Барым салып күрестім, бірақ жетпей қалғаннан кейін 5-ші орын алып қалғам. Ең бірінші ұлттық құрамамен барған жарысым сол Анталияда Кубок Европа. Біз қарапайым отбасыдамыз. Мамам садикте аспазшы болып жұмыс істейді. Есімі Канаева Гүлбағыт. Папам Абдиров Самиғола. Ол тоже қарапайым жұмысшы. Крана дейді. Басында қарсы болып жүрді мамам. Содан кейін уже жайлап результаттар алып, орын алып бастағаннан кейін үйден тренировкаға жібермей қойған кезде, қашып келетін кездерді көргенде де уже болды, қарсы болмай қойды. Папа жақсы қарайды, ол спортқа қатыс дейді. Неге боксқа бармайсың дейді керісінше. Папам мені особенно көп жарыстарды қарамайды. Тек аман есен келсем болды деп отырады. Мама мен бүкіл заграницадағы соперниктердің бәрін біледі. Күрестерін қарап, жарыстарды, гранд-слам қай күні болады, бәрін қарап отырады. Жеңешеме дейін бәрін жаттап алған Ипон Вазариларды. Менде бір хобби бар, алмазный мозаика құрастырамын. Өзім картинкалар, сатып аламын, андай картинкалар болады өзінің. Суреттер болады, соған алмазный мозаикалар құрастырамын. Қанша уақытта жинадың? Дзюдоға енді келіп жатқан Данаға мен дзюдоны ешқашан тастама, осы алдыңа қойған мақсатыңа до конца баруға жет деп айтатын едім. Енді бүкіл спортсменнің мақсаты олимпиада ғой. Менің де мақсатым олимпиада. Спарринг. Адреналин. Ерте жату. Планкаға тұру. Бросоктан кейінгі сет. Ипон.